Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ПП ірімшік қосылған запеканка пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен қайнап тұрған суға цветная капусталарымызды 7-8 минут қайнатып аламыз. Қызып тұрған табада күріш ұнын 1 минуттай араластырып, одан кейін 2-3 бөлікке бөліп, жайлап сүт қосатын боламыз. Бізде осындай қою масса шығуы тиіс. Одан кейін үстіне ірімшікті қосып, ол ерігенге дейін араластыратын боламыз. Осындай пешке арналған арнайы ыдысқа цветная капусталарымызды орналастырып, қалауыңызша тұз сеуіп, және манағы ірімшікті массаны үстіне құйып шығамыз. Осы запеканканы пеште 180 градуста 15 минут пісіретін боламыз. Достар, менің каналымда үнемі ПП рецепттер болады, сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.